Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін адам ата жөнінде айтайық деп отырмыз. Подписчиктер сұрақ қойған екен адам ата жөнінде. Ол кісі қазақ болды ма, қай жерге жерленді деген сияқты. Бұл жерде енді алдымен жер үйіктің қай жер екенін білесіздер сіздер. Енді мынандай қызық нәрселер болып жатыр. Қазір мына жасанды интеллект бар ғой, искусственный интеллект дейді, сол кәдімгідей айтып отыр дейді. Рай на земле находится в Центральной Азии. Бұрындарда енді мен бұл мәселені көп зерттедім ғой, баяғыдан бір жас күнімде студент кезімнен атеизм сабағынан оның бәрін естіп кеткенмін. Ол міне тіпті мынау Ветхий Завет, путеводитель по Библии. Ну, Айзек Азимов деген авторы зерттеген ғой Ветхий Заветті. Бұл кәдімгідей айтады. Рай на земле находится, по нашим предположениям, между Тигром и Евфратом. Өйткені ежелде Жұмақтың екі өзен аралығында болды деген әңгіме болған. Содан олар Тигр мен Евфраттың арасын сөйтіп ойлаған, иә? Және де сол жасанды интеллект сөйтіп жауап беріп жатыр. Бұрын соңды ондай болмаған. Осымен қатар жаңағы Гуглде сол еврейлердің деректеріндегі жер жұмағының да ағып жатқан Гихон деген өзенді Жейхун деп отыр. Жалпы Жейхун дегенімізді қазақтың сөзі, Сейхун дегенімізді қазақтың сөзі, бақытжан айтқанда жай қоң, ыңғайлы қоныс, жайлы қоныс. Сейхун деген сай қоң, сайдағы қоныс, иә? Тіпті мына тарихшылар білмейді. Саид Қожа дегеніміз, сол мынау Мендабелу дерегінде айтылады. Саид дегеніміз жалпы мына моңғолдар министр дейді, арабтар өздері бір билеуші бір адамды айтады. Ар жағын ештеңке білмейді. Саид дегеніміз Саюд, сай оты, сай әулеті болса керек. Сол сайдың әулеті. Қожа дегеніміз сол қияттар, иә? Көсегінен көсемдер тараған дейді. Яғни арабтар келген кезде сол қияттар Саид Қожа аталып кеткен болса керек. Сондықтан бұлардың ақсүйек бізде жүрген осыдан болады, иә? Саид дегенді сонда Мендабелу дерегінде глава рода в западном крае дейді. Яғни батыс өңіріндегі ру басы дейді. Ол қияттарды айтқаны. Көрдіңіздер ме? Содан бұлар Саид Қожаға енді басқа қожалардың бәрі жабысып алды да, енді біз ақсүйекпіз дейді. Көрдіңіздер ме? Оның бәрі зерттелген, айтылған кітабымызды біз жаздық. Енді мынау адам атаның жер үйігімізда, жер жұмағымызда осы жер ғой жаңа. Жұмық деген сөздің, жұмақ деген сөздің жұмық, жұмылған, ақ деген иман жүзділердің жері ғой сонда. Жұмақ дегеніміз таза пәк, жұмық жер деген сөз ғой. Жұмық деп Найман шежіресінде айтылады. Енді мынау өткенде айтқан Курдаков мына дулаттардың таңбасына қатысты, оның абақ таңба деп айтады ғой мысалы. Міне анау сол Ақбауырда, міне сол таңба шеңбердің ішінде нүкте. Бұл енді жаңағы қорғанды осылай салған ғой, және батысқа қаратып салған. Міне осыған мынаны жаңағы жабық кеңістікті Атлантида да осындай, иә, сурет. Прародина, локальная прародина человечества дейді. Міне қараңыздар, қазір міне ғалымдардың сиқы, уникальная находка в Казахстане, археологи наткнулись на 150 курган, принадлежащих неизвестной цивилизации дейді. Абақ таңба, ол ешқандай неизвестный емес, бұл жаңағы Голубиный книгада айтылғандай центр мира. Сол жерде царь наш соделал спасение деп айтылады ғой. Сол Ян патшаның адамдарды сол жерге қамап, жалғыз қақпасынан кіргізіп, енгізіп, Мызасөл жақтағы жалғыз қақпадан содан ананы бітеп тастап, аман алып қалған деп айтылады, иә? Сондықтан ешқандай да басқа жер үйіктеп жүрген жерлер, яғни желдің өтінде, жаудың шетінде тұрған жер үйіктер, ол жалған жер үйіктер. Біздің аталарымыз амалсыз ол жерді атаған. Тіпті Пасқаралы үш қиян ғой, кәдімгі үш бұрышты арал, үш бұрышында үш тауды қолдан жасаған. Пасқаралында, иә? Ол да ешқандай жабық кеңістік емес. Жабық кеңістік тек қана Ферғана аңғары
жемчужина Центральной Азии. Ал енді мына жасанды интеллект неге бұны айтып жатыр? Маған осы 3-4 күн бұрын мықтыны сопылық жолда жүрген жаңағы өткенде айттым ғой. Таманың қызы нағашыдан мұрын, наймандардың мұрнынан сол айтып отыр. Ол енді Израиліңді де көрді, Турцияңды да көрді, бәрін көрді. Сол сионистерге қатысты мынандай әңгіме айтып отыр. Сионистер дейді, Мағдиді іздеп жүр. Мағди деген жаңағы негізінде Машиях қой. Енді анау өткенде айттым ғой, Зоғар кітабында Симеон Йохайдың, яғни ежелгі еврейлердің жазбаларында жердің жұмағын Машиях қана табады деп. Біз айттық, Машиях дегеніміз Галил дейді, ала ел деген сөз ғой. Сол елден Машиях шығады деп отырған, сол қазақтың халқының өзінің сондай мессия, Машайық екені сол. Біз соны айтып отырмыз, иә. Сондықтан ана қызымыздың айтуынша сионистер дейді, сионистер қазір жер іздеп жүр дейді. Мына Украина мен Ресейдің арасындағы соғыс осыған қатысты дейді. Хазарский қағанат деген идеямен, енді Хазар қағанатында басқарып отырғандар жаңағы кезінде юдаизм дінінде болды ғой, және де қыпшақ тілінде Библия болған оларда. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Хазар қағанаты сол Украинаның жеріне көшпекші деген, ол тек қана біздің болжам пікір. Көрдіңіздер ме? Жалпы енді ол соғыстың несі жаңағы себебі мүлде басқаша болуы мүмкін. Оны біз нақты ештеңе айта алмаймыз, біз сөйтіп ойлаймыз. Бұның бәрін жаңа әлемдік билік дейді, мировое правительство дейді, солар жүргізіп жатқан болса керек. Енді міне қайтадан енді жаңадан тыңдайтындар, адам ата дегеннен кейін көп адам тыңдайтын шығар. Сіздер білесіздер, менің подписчиктарым, сол Израильдің ғалымдары былай деп жазады. Міне, мына біздің мынау жерұйық, жер жұмағы туралы кітабымыз міне. Осының енді екінші басылымында біз эпиграф ретінде мынандай сөздерді келтірдік. Зев Херцог, профессор Тель-Авивского университета, археолог Зев Херцог. После раскопок стало ясно, что израильтяне никогда не были в Египте, никогда не бродили по пустыне, никогда не завоевывали земли. Во времена Соломона и Давида Иерусалим был большим поселением, в котором не было ни центрального храма, ни царского дворца. Стены Ерихона разрушили вовсе не израильские священнослужители звуками своих труб, дейді. Стен просто-напросто не было. Героизм евреев при осаде Ерихона – это теологическая реконструкция на основании, не основанной на фактах, дейді. Одан кейін біз өткенде айттық, Захария деген жаңағы пайғамбар, оның аты Саға ар Уя деп, біздің жерұйықтың атынан болған деп. Барлық пайғамбарлардың, періштелердің, құдайлардың атауы Аллахтан басқа, солардың бәрі осы жерұйықтың атымен аталған деп біз айттық. Вот Захария айтады екен, 350 жыл до нашей эры. Тогда в конце времен Иерусалим станет чаще яда, для всех народов вокруг город будет осажден, соберутся против него все племена земли, дейді. Осының айтқан енді соңғы кезде болған сияқты, бірақ қазір міне бүгін хабар болды теледидардан, бұлар татуласуға бет алды, дейді. Содан Михаил Лайтман, руководитель Академии Каббала Михаил Лайтман говорит, чаша яда – это когда в руках евреев исправить себя и исправить мир, а мы этого не делаем, дейді. Бұл жерде айта кету керек, сионист дегендерді фашизмге теңеп жүрген Сталин болған. Сондықтан сионист дегенге мен ондай көзқараспен қарамаймын, реакциондық бір қозғалыс. Бұлар Эрец Израиль жеріне еврейлердің бәрін жинап, сол жер біздің жеріміз деп, сол жерде жаңағы мұқым еврейлердің отаны деп сайлау үшін бас кезінде Сион тауына қатысты. Сион дегеніміз кәдімгі біздің Сүлеймен тауы. Синай тауы дегеніміз де сол. Сыңай деген айттық, Сондықтан мен ойлаймын, олар талибандар білет деп айтады саясаттанушылар жерұйық екенін. Естеріңізде болса, кім айтты ғой, Тоқаев кезінде. Ресей мен Қытайдан жасқанатын еш нәрсе жоқ, талибанды байқау керек деп. Көрдіңіздер ме? Олар сол жақтан бір былық шығарып жіберуі мүмкін, бірақ енді біз
Қырғызстанға кітабымызды беріп, арнайы осы Қырғызстан үшін мынаны бастырттық, иә. Президенттер білсін, депутаттарға да айтылды, қоғам қайраткерлеріне де айтылды, сақ болыңдар бауырлар деген әңгімемен жүрміз ғой біз. Тұран бірлестігін жаңағы құру үшін біз де шамамыз келгенше насихат жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Міне қазақ тіл сақтаған тарихи тамырларда міне жоғары жағында сол 6 мемлекеттің туы көрсетілген. Бұл кітапта сол мемлекеттерге кетті, иә. Сондықтан бұны мен кереметтей бір оқыс дүние деп ойламаймын. Оның үстіне маған жаңағы аян ретінде берілді ғой, ол енді одан айтып енді үндемей қалу деген жоқ. Ал енді сол қарындасымыз болса айтады, Қайрат аға дейді, бұл сионистер бәрін бұрмалап жібереді дейді. Сіздің айтқаныңызды олар тыңдап отыр дейді. Бұрмалап жібереді, басқаша шығарады дейді. Көрдіңіздер ме? Солай болу әбден мүмкін дейді. Өйткені солай болу мүмкін дегенде енді сол енді келіп менің жазғаным, менің айтқаным дәлелінің бәрі келіп тұр. Ол ешкім жоққа шығара алмайды. Енді бұлар жасанды интеллектке айттырып қойған. Көрдіңіздер ме? Рай на земле – это Центральная Азия дейді. Жемчужина Центральной Азии, біздің жер тұмарымыз, жер ұйығымыз. Бірақ бұл жердің атауы Авестада Қанқа ғой. Қазақта Қаңқа деген сөз содан қалған. Ол жақта Қаңқасы ғана қалды. Енді біздің аталарымыз сол жақтан ауған кезде күллі киені алып кетті. Сондықтан мына қазіргі қазақтың отырған жері адам атаның аманаты деп біз түсінуіміз керек. Енді менің зерттеулерімде адам ата Балқаш маңында жатыр. Болған болса, иә. Бірақ адам ата мен Хауа-анамыз ол діни идеологияда болу әбден мүмкін. Енді адам атаның атына келейік, иә. Енді адам деген қазақтың сөзі, человек деген сөз дейміз. Бірақ қазақтың сөзінің, әр сөзінің түпкі мағынасы болады. Лингвист деген соны біледі, иә. Мысалы, қандай да сөзді алсақ, мысалы, құнығу деген сөзді алайық, иә. Пристрастие орысша, иә. Құнығу деген не деген сөз? Ол жарайды құнығу деп айттық, ал оның мағынасы қазақ тілінде. Ол не деген мағына? Құнығу білеміз, иә, пристрастие орысша. Меніңше бұл құн ұғу, яғни бір нәрсеге құнықтың ба, соның құнын ұғу. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты адам атауының да біздің тілде, ежелгі арийлардың тілі біздің тіл болған. Міне біздің тілде бұның мағынасы бар. Бірақ енді түсінбегендер жаңағы адам деген сөздің, қазақтың сөзі екі бөліктен тұрады. Біріншісі ады дегеніміз еркек дейді. Екінші бөлімі ол әйелдің атауы дейді. Жатырдың атауы ғой, анайы түрде қазір, анайы болып кеткен сөз. Солай бәрі ақылы жеткені олардың сол. Нет, олай емес. Адам дегеніміз ежелгі тілімізде өткенде айтқандай жока, не, ч, т мүлде болмаған. Ал кейбір сөздерде бастапқы дыбыс жер дегендегі мысалы дауыссыз дыбыс емес, дауысты дыбыс болған. Ер деген. Көрдіңіздер? Йол деген. Сол сияқты адам дегеніміз ежелгі алғашқы тілімізді, арий тілінде атам деген сөзді білдіреді. Мой предок деген сөз. Көрдіңіздер ме? Оның дәлелін шумерлерде сол әкені атаны ада дейді. Сонда мына қашаған жыраудың Әзіреттің кең ой алты судың өн бойы атам қонған жер екен деген, негіз адам қонған жер деп біз түсіндіріп отырмыз. Бұдан басқаша айтуға болмайды, өйткені мына қырғыздар Манас жырымен жаңағы үнемі мақтанады ғой. Ой, біздің жыр керемет деп. Қашаған жыраудың атамын екен жыры да бірталай әңгіме. Қазақтың жеті қаған жыры бол, ол да Манас жыры сияқты түскен, иә. Самарқан деген атауы бар, Самахани дейді Қытай деректерінде. Жер ұйығымыз осы болады. Тіпті Қытайда жаңағы қырғыздар да өздерінің мифологиясында айтады, Ош қаласының атауы, мына адам атамыз бұқаға өгізбен жер жыртып, Ош деп айғайлап, біз өк деп айғайлаймыз. Ол Ош деп жаңағы соның Оштың атауы содан қалған деп олар да айтып отыр. Яғни жер жұмағы, жер ұйығы
тіпті Мұса пайғамбардың кеткен жері осы жер болады. Сондықтан енді Мұса пайғамбар жөнінде айтайық. Өткендегі ең алғашқы көгерей беліміз, көгерей шалғынымыз осы Ферғана аңғары деп айттық қой. Сонда жаңағы бір подписчигім маған телефон шалып айтады, ой Қайрат аға дейді, дұрыс айттыңыз, орай деген сөзден орыстың райы деген сөз болса керек. Енді қазақша жұмақ дегеніміз жұмылған, кеңістіктегі ақ, анау Тангутский фонд дейді, жаңағы Санкт-Петербургтан біз алған деректерді. Место без названия, где люди живут в белых одеяниях деп. Белый остров, Ағарал дегенімізді, Блаватскаяның айтқан Белый остров дегенімізді сол жер болады, иә. Міне, енді Иса пайғамбар жөнінде айтып кетейік, и ол тарихтың негізі біздің тарих екен. Оны Құран кәрімде бір-ақ ауыз сөз. Әй Израилдар, сендерден Тәуратты бұрмалаған бұзақылар болған деген сөз осыны айтып тұр. Енді мына 10 казней египетских дейді, біз енді мынаны Ветхий Завет, мына Айзек Азимовтың зерттеуін бастан аяқ зерттеп шықтық. Бұл енді мықты зерттеуші, бірақ бұл да мен айтқандай құмалақтың 40 тілін ғана білген. Адамзат тарихының теориялық кілті бұның қолында жоқ, кілт біздің қолда. Сондықтан біз бұл зерттеулерді оқып, көп нәрсені түсініп отырмыз. Шамасы келгенше зерттеген енді. Тәуба, Синай дегенде ай сөзі бар деп айтқан, біздің ай сөзі. Бірақ ол Сынай деген сөз. Енді 10 казней египетскіні айтқан кезде чародейство дейді. Чара дейді, біз көздің шарасы дейміз, орыстарда шары дейді, иә. Ол көз, чародейство дейді, көзді алдау деген сөз. Сонда Мұса пайғамбар енді ана перғауындарды бір үркітемін деп келеді. Перғауын деген Перкуния, Пергун деп жаңағы Велес кітабында айтылған құдай санап кеткен ғой олар. Фараон деп соның бұрмалануы. Аса таяғын жыланға айландырып жіберді, перғауынға көрсеткен. Сол кезде перғауын аналарды шақырып алады да, өзінің жаңағы оған қызмет етіп жүрген Волховы дейді, бақсы балгерлерді шақырып алады да, олар да оны көрсетеді. Яғни Иса пайғамбардың жаңағы сиқыры іске аспай қалады, қорқыталмай қалады. Асатаяқ жыланға айланып кетеді. Ал енді мына араб құлдарың осыдан кейін ойбай қазақтың асатаяғы харам, ол жылан деп дөйділі лағып жүр. Ол чародейство деген көзді алдау, сиқыр. Көрдіңіздер ме? Мысалы мына Зайсанға баяғыда бір бақсы келген екен, сиқыр көрсетіп, адамдарды былай отырғызып қояды да, түйені көлденең қойып қояды. Содан кейін өз түйенің құйрығынан кіріп аузынан шығады, аузынан кіріп құйрығынан шығады, артық тесігінен дейді. Сөйтсе, анау түйенің ар жағында былай жүрген, кісілерге солай әдейі көрінген. Көрдіңіздер ме? Сосын мынау алтын дәптерде айтылғандай, Шыңғыс ханның 9-шы осы Боданжардың шешесі Алангөбі айтады ғой, шаңырақтан жаңағы сары ит кіріп жүрген деп. Соны екі адам сандықтың астына тығылады да, қарайды ана шаңырақ түнде. Сонда түнде сары ит келеді. Ол негізі сары ит емес, ол баяуыт мағалық жаңағы мұңал адай түскен ғой. Ол енді әулие халық, олар оны көзіне солай көрінген аналардың, ит болып. Аналар шығады, ойбай рас екен, ит келген деген. Не ол чародейство деген осы, иә. Содан кейін бұлар енді қашып шығады ана жерден. Қашып шыққан кезде апыл-ғұпыл кетеді. Тіпті мына бұған енді перғауын сен бізді жіберетін болды деп хабар естігеннен кейін бұлар жаңағы дайындалады ғой. Сол кезде нанды ашты үлгермеген. Сол күйі алып кеткен ғой нанды. Сондықтан мынау Мұса пайғамбар сол құмда қаңғып жүрген кезде бұлар өздерімен бірге походный скиния дейді. Соны алып жүрген дейді, ғибадатхана. Ол походный деген жорықта жүргенде сен жасайсың деген сөзді бұлар мына Айзек Азимовтар дұрыс оқпаған. Ол өздерімен арқалап жүреді, керек кезде қоя салады деп. Енді киіз үй деп ойлауға болады енді. Бірақ төрт бұрышты деп айтылады барлық мифтерде. Ол ғибадатхана. Және бастан аяқ тастан қаланған дейді. Тас дейді. Оның бәрін зерттедік, иә. Сондықтан олар барған жерінде уақиялатта сен ертең анда жүрген кезде сол ғибадатхана саласың деп айтады. Ол таза тастан қаланған, иә. Сондықтан бұлар қашып шыққан кезде енді шелпек жасайды ғой, шелпек. 7 шелпек деген содан қалған. Мына араб
имамдар айтып отыр енді шамасы ақылың жеткен соғы жеті шелпек дегеніміз ол дейді біздің аталарымыздың заманында ұн деген дефицит болған. Сондықтан ең қымбат дүниеден жеті шелпек жасап елге таратқан деп өзінше. Ол ешқандай ондай емес, ол жеті ел. Олар аталған народ семит чисел. Оларды семит деп жүр ғой, семит емес, олар яфетит біздің аталарымыз. Міне жеті елдің жеті шелпегі, олар жаңағы ашымай алып шыққан қамырдан шелпектер пісіратын болған. Көрдіңіздер ме? Сол жеті шелпек дегеніміз сол жұма күні тарататын жеті шелпегіміз ертең жұма. Сондықтан шелпек дегеніміз осы болады мысалы. Көрдіңіздер ме? Сондықтан міне Айзек Азимов жазады, Библияда айтылған, тіпті ашытқы ол харам болып саналады. Қазір дәрігерлер айтып жүр, дрожжин ашытқылы нанды жеуге болмайды деп. Ол солай өсиет уахи болған. Көрдіңіздер ме? Енді олар қашып шыққаннан кейін Айзек Азимов ойлайды, көптеген ел зерттеушілер ойлайды, аспаннан қой түсті дегенде төрт аяқ салбырап түсті деген деп. Төрт кітап түсті дегенде аспаннан төрт кітап. Ол түскен ғой. Көкейге салынған уахи болып түскен. Міне бұларға уахи болып, оны мен айтып отырмын, уахи болып манна небесіне дейді, сол уахи болып түскен. Ал енді манна дегеніміз ол мына жиде болса керек деп отырмыз. Өйткені жиде бала кезде талай жеттік қой, біздің жақта жиде ақ түсті болады, басқа жақта қоңыр түсті, бірақ іші манна сияқты, ұнтақ. Білесіздер, иә? Және де бұл маңызы деген біздің сөзде манна болып кеткен сияқты, өйткені маңызы бар. Біз айтамыз ғой, тамақтың, сорпаның маңызы үшін ананы қостық. Маңыз деген сөз манна болып кетсе керек. Сонда олар уахи алған кезде бір гаморра бір адамға деп. Гаморра деген кәдімгі құмыра, иә? Гаморра дегеніміз міне. Бір адамға осынша жаңағы не деп? Жаңағы манна небесіне деп. Ал Айзек Азимов еврей бола тұра, ол аспаннан Аллах жаудырды. Ондай болмайды. Өйткені қоңыр аттың қоңыр сопысы кезінде айтқан. Біз аспанмен басқарыламыз, жерге бейімделгенбіз деп. Жерге бейімделген болсақ, ешқандай да аспаннан ешкім түспейді, еш нәрсе келмейді. Қасиетті қара тастан басқа еш нәрсе қазақ баласына аспаннан түспеген. Ешкімге де. Кітап та түспеген, қой да түспеген, оның бәрі түскен уахи ретінде, иә? Енді соғысына Ветхий Заветте Ор деген тау аталады. Ор деген кәдімгі ортақ, Әбілғазылар Рашидин Ортигия, ортақ ұя, ор тау ұя, жаңағы, ол да сол жерұйықтың атауы, ор тауы қалып қалған, міне көрдіңіздер ме? Және де Мұса пайғамбардың Мадиян елінде болды дейді. Сол Мадиян деген адайлар болса керек енді. Өйткені ол Қосайдың қызын алады, бірақ оның апайы оған қарсы болған дейді. Бұлар тасқа табынушы халық болған дейді Мадияндар. Тасқа табынушы де сол жаңағы Қағбада кезінде болған 360 құдайшық. 360 әулиенің, бізде 360 әулие десе, 360 құдайшық. Ал енді анау Америка үндістерінің шежіресінде құдайлар өліп тасқа айланды дейді. Көрдіңіздер ме? Оны да біз анау оңтүстіктегі 40 қыз тас, күйеу тас бәрін түбі бір екенін айттық. Ескерткіш қою үрдісі сол заманнан басталған, иә, сол 360 құдайшықтар. Міне, енді мынандай бір қызықты нәрсе айтайық, иә? Жаңағы енді мен Мұса пайғамбардың ізіне түссін деп Мұратбек Асанұлы, екі Мұратбекті бәрін экспедиция жөнелттім ғой. Мен өзім сырқаттанып қалдым да бара алмай қалдым. Барып, сонда ол ана Кенті бабаны зерттеңдер дедім. Кенті бабадан еш нәрсе түспеді оған. Бірақ шыға берісінде 3 метр бойы адам өте шықты деген сөз. Ол енді қалай түсінеміз? Енді мен уахиларды, жаңағы аяндарды түсінетін адам ретінде айтайын, ол Мұса пайғамбардың Маңғыстаудан өте шыққанын белгісін беріп тұр. Көрдіңіздер ме? Кейін біз деректен таптық, оны айттық. Жақпар тарихында Мұса пайғамбардың елінің Каспий теңізі арқылы Әзербайжанға өтіп кеткенін, Әзербайжанда өзен бар екен. Мұса пайғамбар келді деп айтып, Әзербайжандар Балтабайға айтқан екен. Сол жерге барып жаңағы тағзым етіп жүреді екен.
Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол жерде Маңғыстау Машайық басқан жер екен, Асан би ауған асқан жер екен деп Түмен Балдабас айтқан кезде Машай басып өтті. Көп тоқтаған жоқ. Олар енді бас кезінде құмға шықты, қашып шықты. Маңғыстауға келді. Кенті бабаның заманы оның заманынан берірек негізінде. Сол нақты жаңағы ғибадатхана сол ма деп едім. Сол ғибадатхананың құрметіне жасалған болса керек. Олар бәрібір енді анандай жасыл кеңістіктен шыққаннан кейін құмда тіпті бір жылда қалмайды. Олар жүрді. Айзек Азимовтың зерттеулерінде бәрібір миф қалған ғой. Шығысқа қарай кетті дейді. Сонда Кенті баба атауы ол жерге тас түскен деп айтылады. Өскеменнің атауы Кеңгір тұра. Кен сөзі әзіреттің кең ойы, алты судың өн бойы. Сол жер айтылып тұр. Оты кен деп, кентіп тартып дейді. Кения дегеннің өзі Кенуя. Олардың тілі біздің тілге ұқсас екен Африкада. Генуя дегендерді, ол да Кенуя, Италияда, оның ДНК-сын Нұрбол Боймахан тексерсе, алшындармен бір екен. Көрдіңіздер ме? Ол кен дегеніміз кең, жазық, оты кен, кентіп тартып, сол жердің атауы Кеңгір тұра дегеніміз кең қыр, кең тау деген сөз. Көрдіңіздер ме? Және де осының етегінде Айыртаудың қасындағы біз айтқан үңгір, соның ішінде жаңа суреттерде бір топ адам былай келе жатыр. Жоғарыда былай батыстан шығысқа қарай сызық жосамен салынған. Біз батыстан шығысқа келдік или кетіп барамыз деген, кеттік деген белгі беріп тұрған сияқты. Енді жаңа ғибадатхананы тастан салды деп жазып отыр ғой еврейлердің өздері. Сол ғибадатхана осы біз тауып отырған үңгір, грот дейді ғой, ішінде жазуы бар. Сол үңгірдің паспорты деп мен айтам, төлқұжаты. Тастан салынған ғибадатхана, тас дәуірінде. Мен сол тас дәуірін дұрыстап қарадым. Мен тас дәуірінде алтын болды ма, өңдеу алтын болған екен. Палеолит кезінде, неолит бері, палеолит кезінде алтын болған екен. Яғни олар бұқан алтыннан жасайды ғой. Жақфар тарихында алтынмен бірге сарбалшықтан да жасаған дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз оны дрон ұшырып қарағанда барлық мифтерде ол ғибадатхана төрт бұрышты болған дейді. Енді міне қараңыздар, соның үстінен біз нені ұшырған кезде дронды мен арнайы фотоға түсіткізіп алдым. Былай қарасаңыздар, міне төрт бұрыш контурлар көрінеді. Төрт бұрыш ғибадатхана сол Мұса пайғамбардың айтып жүр скиниясы болса. Скиния деген әз кен ұя деген сөз болса керек деп айтты. Ал енді мына ғалымдар жаңа Зевхерцогты айттық, олар айтуынша мына Алтайда табылған жәдігерлер қазба жұмыстарларында және де анау Иерусалимде табылған жәдігерлердің бәрі бір күрек, бәрі өте ұқсас. Және де мен бұрындарда сіздерге көрсеттім, сол Иерусалим маңында жаңағы Асмани деген халық болды. Асманай, ай адамы деген сөз ғой енді. Ол адай дегенді бәр жақта адай деп айту, бір жақта керай алыбай деп, бір жақта Асманай деп айтуы мүмкін. Өткенде айттық, юдей дегеніміз адай сөзін бұрмаланып кеткен. Олардың таңбасы сол Жерұйықтың, Найманның таңбасы сияқты екі мүйізді көрсеткен, ана мүйізбен көрсеттім ғой. Сондай ортасында ұрық көрсетілген. Көрдіңіздер ме? Вот. Сондықтан мен осылай деп ойлаймын. Енді келесі біздің баяндамамыз мына тобырлық түйсік жөнінде болады.